Микрокредит мәселесімен. Жақында менде микрокредиттен несие алдым. Кешігулер болды. Сондан банкте маған хабарласты да, бүгін несиені төлемесеңіз 5000 теңге пеня қосамыз деп айтты. Сонымен уже ол күні төлей алмадым. Ертеңгі күні маған 5000 теңге қосты. Одан қайтадан звондап едім. Қазір мен бастықпен сөйлесіп көрейін, 5000 теңге пеняны алып тастаймыз деп айтты да. Артынша хабарласқан жоқ олар. Уже 3-4 күн уақыт өткеннен кейін мен қайттан хабарлассам, бір әйел алды телефонды. Ол әйел төлей алмасаң неге алдың ақшаны деп маған айқайға басты. Сөйтіп қазір әлі күнге дейін пеня өсіп жатыр. Несие болса уже сотқа кетті. Деді ма? Кім айтып қалды? Микрокредит дегеніміз жаңа онлайн кредиттер ғой айтып жүргендер оңай алатын. Олардан қорқудың қажеті жоқ. Егер де сіздер жаңағындай просрочка кеткен кезде төлей алмай қалған жағдайда болды, ақша төлеуді тоқтату керек оларға. Пениядан ешнәрседен қорқуың керек жоқ. Олар хабарласа, телефон тастай салыңыздар, сөйлесудің тіпті қажеті жоқ. Пения өсіп жатыр, 5000 теңгеге өсірем, оның бәрі өтірік лақу әңгімелер. Оған сенудің қажеті жоқ. Одан кейін оларға хабарласып та сөйлесіп, бас ауыртудың қажеті жоқ. Неге? Өйткені біріншіден онлайн кредиттердің нақты шекті қойған, олар 50 мың алсаң 100 мыңнан асыра алмайды, 100 мың алсаң 200 мыңнан асыра алмайды. Пения 1000 жерден өсірсе де. Ал егер онда өсіріп қойған жағдайда, оны сот арқылы азайтуға болады. Тіпті сотқа берген жақсы. Олардың өздерінен төлеп құтыла алмаймыз ешқашан. Егер де жаңағындай төлей алмай, өсімпұлдар өсіп кетті деп мазаны алып, оқтап, боралап, хабарласып жатса, телефон тұтқасын қоя салып, болды. Соттан хабарды күту керек, бітті ше, басқа еш нәрсе емес. Оның несімен тиімді сотта. Сотқа олар арыз берген кезде, арыз береді ғой. Сол кезде бірден біздің компанияға хабарласса, біз ол істі аламыз, зерттейміз, қараймыз. Займ шарты дұрыс жасалды ма, онлайн займ шарты. Азаматтық кодексінің 725-те бір деген тармағы бар, бабы бар. Сонда нақты көрсетілген қандай негіздерде қалай жасалу керек онлайн займ шарттары. Сол талаптарға сәйкес келе ме, келмей ме? Егер келмесе, оны мәміле жарамсыз деп тану талабын қоюға болады. Мұндай жағдайда егер талаптар келмей, мәміле жарамсыз қалып келетін заңсыздықтар болатын болса, онда 50 мың алсаң 50 мыңды қайтарып беретін жағдайға келуге болады, 100 мың алсаң 100 мыңды. Ал егер талаптар сәйкес келген күннің өзінде 100 мың алып миллион өсіріп сізге талап етіп қойып тұрса жаңа сотта, онда давай до свидания, 200 мыңнан артсаң өндіріп бермейміз деп айтасың. Сотта оны қолдайды, өйткені сол жаңа азаматтық кодексте сол талап жазылып тұр. Бітті. Былайша айтқанда, қарапайым қазақша тілде айтқанда, егер онлайн кредит алып просрочка кететін болса, бітті. Оларға төлеп әуре болудың қажеті жоқ. Сот, тек қана сот. Соттың шешімі шығады, нақты сумма, сол сумманы сот орындаушы арқылы немесе өздеріне төлеп құтыласың. Квитанция қолыңа ұстап, олардан құтылды деген анықтаманы алып алып күтесің, бітті. Неге күтесің? Неге анықтама алып алу керек? Өйткені олар жылдары өте, қайтадан сотқа беріп, өтірік атқарушы жазбасын шығарып алып, қайтадан келеді. Ондай случайлар болып жатыр, ондай оқиғалар кездесіп жатыр. Түсіндіңдер ме? Сол просрочка, бітті, ақша төлеудің қажеті жоқ. 1000 жерден ол жақтан жаңағы банктен болсын, я президент әкімшілігінен болсын, Нұр Отан партиясынан болсын, акиматтан болсын, цоннан болсын, өтірік айтып олар звондауы мүмкін, қоңырау шалуы мүмкін. Бірде-біріне көңіл аударудың қажеті жоқ, жүрекке алудың қажеті жоқ, нерв болып, құрбысқаларын ұрсудың да қажеті жоқ. Ең оңай телефон тұтқасын тастай салу керек. Түсіндің ба? Достарыңа бәріңе айтып жүріңдер. Ең бірінші біз онлайн кредитке жоламауымыз керек. Жоладық па, төлеп құтылайық уақытында. Төлеп құтыла алмадық па, онда оларға хабарласып, оларға мәймөңкелеп, жалынып, жалпайдың қажеті жоқ. Давай до свидания, тек сотпен келгенде ғана бар, құтылу керек болды, басқа ешқандай емес. Сондықтан онлайн кредит алған біздің қазақтың адамдары, сіздер жаңағындай өсімпұлға шығып кеттің, енді жаңа пеня өсіреміз деп, естерін тандырамыз деп, біреулер қоңырау шалып не істесе, я білгеніңді істе, қолыңнан келгеннің барлығын істе, Алла қуат берсе сотқа бер, сосын маған кел, мен сенімен сол кезде сөйлесем. Оған дейін сау бол бауырым деп қоштасты. Ең оңай, не болмаса телефон тұтқасын тастай сал. Кейбіреулер айтады, телефон тастай салсам маған ертең жазаламай ма, әкімшілікке тартпай ма, соттамай ма деп. Жоқ, еш нәрсе істей алмайды. Сенің кредитің үшін біреудің басын шаба алмайды. Сенің кредитің үшін сенің біреуінің, я туысқанның, көршіңнің, қолаңның, адамдардың көпірде жаңағы бірдеме қақыспайтын адамдардың барлығының былайша айтқанда үйін, машинасын, көлігін, келіншегін тартып ала алмайды.
Сондықтан санаға қонбайтын коллекторлардың сендерді қорқытып үркіткеніне көңіл аудармаңдар. Басты нәрсе мыналар. Көп сөздің тобықтай түйіні болады ғой, соған келіп тоқтайтын болсақ, онлайн кредит алдың, уақытында жаба алмадың, төлеме, болды. Қоңырау шалған адамдарға көңіл аударма, айтқандарын тыңдама. Өсім болды төлеймін деп, процентке ақша беретін адамдардың ізінен жүгіріп, жаппа. Сотқа бергенді күт, сотқа берген кезде біз секілді компанияларға хабарлас, сенің құқыңды қорғаумен айналысады. Сол жерде өтірік өсірген пеняларын азайтуға болады. Азайтпаған күннің өзінде нақты сумма шығады сот шешімімен. Сонымен құтыл. Сот орындаушыға берсе, сен құтылғаннан кейін атқару өндірісін тоқтату туралы қаулы шығады, соны ал. Ал егер сот шешім шыққан күннің өзінде соның негізінде атқару өндірісін қозғамай өзің жапқың келсе, ол жақтан онлайн компаниядан реквизиттерін ал, сол реквизиттер бойынша банкке төле, квитанцияны өзіңде сақта, оларға хат жолда, анықтама ал, осының бәрін сақта, болды. Осы ғана. Уайымбайтын еш нәрсе жоқ. Онлайн кредиттен өскен өсім пұлыңды онлайн кредит ал, қайтадан жаппа. Ақмақ болмайық қазақта. Кредитті кредитпен жабу тек қана ақмақтың қолынан келетін нәрсе. Жақсы, сол болыңыздар.